Қайырлы күн баршаңызға. Мен бүгін инстаграмның 2020 жылғы бізге қандай өзгерістер дайындап отырғандығын және бұл өзгерістердің сіздің бизнесіңіздің дамуына қаншалықты әсер ететіні туралы айтатын боламын. Құпия емес. Көптеген бизнесмендер инстаграм арқылы өз бизнесін дамытып жатыр. Және инстаграмдағы конкуренция күннен күнге күшейіп келе жатыр. Егер де сіз өз инстаграмыңызды 2015 жылғы стиль бойынша жүргізіп жатсаңыз, мысалға масс фоллоуинг, масс лайкинг, инста авит арқылы жүргізіп жатсаңыз, ондай нәтижелерді әрине сіз көре алмайсыз. Құпияны айтпас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліңіз және YouTube каналдың жанындағы қоңыраушаны басыңыз. Одан кейін біз бастаймыз. Бірінші, видео контент. 2019 жылғы инстаграмның статистикасы бойынша видеоның көрілім саны, орташа көрілім саны 60%-ке көтерілген. Яғни, егер сіз қазірден бастап видео контентке көшетін болсаңыз, сіздің товарыңыздың сатылымы көбейетіні және сіздің конкуренттеріңізден бір қадам алда жүретініңіз анық. Екінші, раскрутканың күнгірт жақтары. Ол дегеніміз не? Масс фоллоуинг, масс лайкинг, гифтерге қатысу, чат-боттарды өзіңіздің подписчигіңізге айналдыру арқылы инстаграмға раскрутка жасау. Бұның қандай кесірі тиюі мүмкін сіздің бизнесіңізге? Біріншіден, инстаграм сіздің охватыңызды кесіп тастауы мүмкін. Екіншіден, инстаграм сізді баннет етіп тастауы мүмкін, немесе мүлде сіздің инстаграмыңызды жауып тастауы мүмкін. Қазіргі уақытта сізге ең тиімді жол ол дұрыс контент, сапалы контент жасау, блогерлармен жұмыс жасау және таргетті пайдаланып өз охватыңызды көтеруіңізге болады. Егер сізде таргет туралы білмесеңіз, қалай настроить етуді білмесеңіз, төменгі жақта ссылка қалдырам. Үшінші, инстаграмның охваты төмендеп жатыр. Инстаграмның охваты төмендеп жатыр. Инстаграмның аппетиті өте күшті. Ол көп ақша тапқысы келеді. Соған байланысты охватты түсіреді. Ал енді охватты көтерудің қандай жолы бар? Оның екі жолы бар. Біреуі тегін, екіншісі платный жол. Тегін жолы сапалы контент жасау, ал платный жолы таргетті пайдалану арқылы продвижение жасау. Төртінші, өзіңіздің жеке брендіңізді өз проектіңізбен байланыстыру. Көптеген адамдар видео контенттің пайдалы екені, оның сатылым деңгейін көбейтетіні туралы барлығы біледі. Бірақ жасайтын адамдар саны өте аз. Сол сияқты брендті өзіңіздің проектіңізбен байланыстыру туралы барлығы біледі. Бірақ көбісі жасамайды. Негізі жеке брендті қалыптастыру өте оңай. Өзіңіздің инстаграм парақшаңызға өзіңіз туралы информация бересіз, өзіңіздің командаңызбен таныстырасыз, және де өзіңіздің продуктыңызды немесе услугаңызды өзіңіз қалай пайдаланасыз, сол туралы информация немесе кеңестер бересіз. Бесінші, инстаграмдағы лайкты алып тастайды. 2020 жылы инстаграмдағы лайкты алып тастайды. Бұның бізге қандай пайдасы тиеді? Негізі инстаграмда лайкты алып тастаудың бізге келіп кетер ешқандай зияны да пайдасы да жоқ. Бірақ пайда жағы ол, егер сіз инстаграмды енді дамытып жататын болсаңыз, сіз подписчиктерге немесе инстаграмдағы лайк санына көп бас қатырмайсыз. Тек қана өзіңіздің контентіңіздің качествосына, сапасына көңіл бөлесіз. Алтыншы негізгі құпия ол Facebook, Instagram және WhatsApp желілерінің бірігіп бір мессенджер болуы. Бұл біздің өз товарымызды рекламировать етуге өте мықты жағдай жасайды. Себебі аудиториямыздың охваты үлкейетін болады. Міне осымен болды. 2020 жылы бізді алдағы уақытта күтіп тұрған мен болжаған құпиялар осылар. Егер де менің болжамдарыма алып қосарларыңыз болса, төмендегі комментарияға қалдырсаңыздар болады, және менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер. Онда сіздерге қажетті көптеген ақпараттар болады.